Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем, жер айтып әріден. Қысқасы білімнің бәрімен. Сәлеметсіздер ме достар? Ортаңғы жетек тобының тәрбиеленушісі Жұмабек Аяру. Бұл Аярудың шағын ғана кітаптары. Ол өте ертегіні және де танымдық кітаптарды қарап үйренгенді жақсы көреді. Аяру? Айтып берші, Аяру, бұл не? Машина. Ал бұл? Есік. Бұл ол не? Дұрыс айтасың. Ал бұл не? Дұрыс. Ал бұл? Черепаха. Қазақша тасбақа. Дұрыс айтасың. Аяру, ертегі айтып берші бізге. Бауырсақ туралы. Атамен әже өмір сүріпті. Дұрыс айтасың. Әже не істеді? Бауырсақ пісірді. Сосын бауырсақты қайда қойды суысын деп? Терезенің көзіне қойды. Дұрыс айтасың. Ал бауырсақ не істеді? Маған қарап айта ғой жаным. Қашып кетті. Бауырсақ қашып кетті, я? Сосын бауырсақ кімге жолықты? Қашып келе жатып? Қасқырға. Дұрыс. Қасқыр не деді бауырсаққа? Қасқыр бауырсаққа не деді? Мен сені жеймін деді ма бауырсаққа? Ал бауырсақ не деді оған? Жемеші мені деді, я? Қандай өлең айтты? Мен бауырсақ. Атамнан қаштым деме? Әжемнен. Сосын? Қасқырдан қаштым. Дұрыс айтасың.